Алдымен каналыма тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз. Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен прикорм және қосымша тамақ жайлы айтпақшымын. Жалпы прикорм енгізу негізгі мақсаты баланы тамақпен таныстыру. Міне сондықтан прикорм енгізген кезде бала көп тамақты жеу міндетті емес. Ең бірінші 10 граммнан, яғни кішкентай қасықтан бастап береміз, ары қарай дозасын оны көбейте береміз, мөлшерін. Енді дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтері бойынша балаға қосымша тамақты 6 айда енгізуіміз керек. Бірақ егер балаңыз дайын болса 5-5,5 айдан бастап енгізе беруге болады. Енді баланың қосымша тамаққа дайындығын қалай байқаймыз? Біріншіден, баланың қызығушылығының болуы. Баланың тамаққа деген қызығушылығын біз ата-ана оятамыз, яғни ол 3-4 айдан басталу керек. Өзіміз тамақ ішіп отырған кезде міндетті түрде баланы қасымызға жатқызып қоюымыз керек, немесе қолымызға ұстап көтеріп отыруымыз керек. Бала біздің қалай тамақ жеп жатқанымызды көзімен көру керек. Және де анасының тамағына қарай қолын созып қызығушылық танытады. Екінші, бала денесін, басын ұстай алу керек. Яғни бала басын оңға солға емін-еркін қозғалтып, өз басын өзі басқара алу керек. Үшінші, аузына салған нәрсені шығарып тастау рефлексі жойылу керек. Және кез келген нәрсені, ойыншықты бала емін-еркін қолымен ұстап аузына апара алу керек. Міне осындай нәрселерді байқасаңыз, онда сіздің балаңыз қосымша тамаққа дайын деген белгіні білдіреді. Қосымша тамақты енгізе берсеңіз болады. Қосымша тамақты енгізген кезде міндетті түрде баланың аш кезде беру керек. Егер сіз емізіп алып беретін болсаңыз, онда бала жемей қояды. Сондықтан да емізіп болғаннан кейін 1-1,5 сағаттан кейін балаға беруіңіз керек. Сонда бала аш қарынға қосымша тамақты жақсы жейтін болады. Одан кейін артынан емізе берсеңіз болады. Және тағы бір нәрсе, балаға қосымша тамақты енгізген кезде міндетті түрде су беруді ұмытпауымыз керек. Өйткені баланың ішегі қосымша тамақпен танысқаннан кейін баланың ішегі іш қатуға бейім болады. Сол уақытта балаға су береміз және баланы сумен таныстырамыз. Ең бірінші прикорм бастағанда пюрегенде береміз. Одан кейін 3-4 аптадан кейін уже пюрегенде бермейміз. Өйткені ары қарай біз баланың шайнау рефлексін дамытуымыз керек. Шайнау рефлексі 6 ай мен 9 ай аралығында жақсы дамытып үйретуіміз керек. Егер балаға 9 айдан кейін шайнау рефлексін үйрететін болсаң, сонда баланың шайнау рефлексі кеш дамитын болады. Яғни балаға турап, соломка сияқты турап береміз. Кубик сияқты тураудың қажеті жоқ, өйткені бала бұл жерде қақалып, шашалып қалудың қаупі жоғары болғандықтан соломка сияқты ұзын-ұзын турап береміз. Және өзінің алдына қоя саламыз. Сол кезде балада біріншіден ұсақ моторика дамиды, және екіншіден бала өзі тамақты ұстап қолымен аузына апарып жеген кезде тойымды болады. Яғни бала тамақпен танысады. Осындай нәрселерді ұмытпауымыз керек.